сәлеметсіздер ме достар, бүгін біз қазақ тіл пәнінен 8-ші тапсырманы орындайтын боламыз. Яғни біз бұл жерде қиял шығармашылық бастауы деген тақырыпта 150 сөз көлемінде мәтін құрап жазуымыз керек. Қиял шығармашылық бастауы. Қиял адамның арманынан туындайды. Әр адамның өз қиялы, өз арманы болады. Әр адамның қиялдары, яғни мына жерде армандар деген сөздер, армандары әртүрлі болады. Мысалы, біреу құрылысшы немесе жазушы, суретші немесе аудармашы, домбырашы немесе дәрігер болғанды армандайды. Ал қиялда болмаған нәрселерді армандайсың. Қиялдап, армандап өз арманыңа жете аласың. Қиялдап өз арманына жеткендер аз емес. Біз армандап, қиялдап мақсатымызға жете аламыз. Әр адамның қиял ерекшеліктері оның жеке қызығушылықтары мен қасиеттеріне, алдына қойған мақсатына байланысты. Бұл арада судан шапшөлдеген жолаушының қиялымен 2-3 күннен кейін емтихан тапсыратын студенттің машинасының тетігін жетілдіруді ойлап жүрген инженердің қиялын салыстыруға болады. Қиялдың мазмұны адамның жас және дара ерекшеліктеріне де, білім тәжірибесіне де байланысты. Мысалы, көргені де оқығаны да көп дересек адамның қиялымен енді өмірге аяқ басайын деп жатырған жеткіншектің қиялын бір өлшемге салуға болмайды. Қиял адамның өскен жеріне, табиғатына, ерекшелігіне, су қоршауына байланысты болады. Әр баланың қиялы өте жүйрік, өткір, терең болуы тиіс. Біз алға қойған мақсатты жоспарлап жүзеге асыру жолдарын іздестіру қиялсыз мүмкін емес. Өйткені ойлау белсенділігі адамды шығармашылық әрекетке жетелейді. Ондай әрекет қиялдың күшті дамуын қажет етеді. Ойлау, қиялдау бір-біріне байланысты. Қиялымызды суреттеу арқылы көрсететін болсақ, жанды көрініс арқылы шешеміз. Ойлау арқылы шешсек, оны суреттің көмегінсіз пікір тұжырым арқылы шешеміз. Қиялдың негізгі шарты саналы мақсаттың болуы, болашақты болжай алу, яғни оны көз алдымызға елестетіп, күні бұрын көре білу деген. Егер ұнаса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.